Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге хит рулеттердің бірі құстан рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет, қаймақ қосамыз, үткіштен өткізілген ірімшік қосамыз, тұз қосамыз. Рулетімізге жақсы түс беру үшін куркума қосамыз. Ас көк қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай масса болғанша араластырамыз. Сапалы пергамент қағазын қолданамыз, менде поклан. Дайын болған массамызды керекті көлемде етіп орналастырып шығамыз. Барлық бұрыштарын үстерін тегістеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай пісіреміз. Мен алдын ала құсқа чеснок пен жуа қосып блендерден өткізіп алдым. Блендерден өткізілген құсымызға тұз қосамыз, қара бұрыш қосамыз және қызыл бұрыш қосамыз. Барлығын араластырамыз. Дайын болған начинкамызды ыссы коржымыздың үстіне жағып орналастырып шығамыз. Рулетімізді барынша тығыз қылып ораймыз. Бетіне пергамент қағазын жауып қоямыз. Қатты нығыздап баспаймыз, себебі пергамент жабысып қалады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Бетіндегі пергаментін алып тағы 5 минут пісіреміз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая. Достарыңызбен бөлісіңіздер, маған тіркелуді ұмытпасын. Маған лайк басып, комментарий жазып, еңбегімді бағалап жіберіңіздер.